Бүгінгі түрік тілінде грамматикалық сабақтарды сіздің білетініңізге 100% кепілдік беремін. Ендеше видеоның соңына дейін қараңыздар. Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Айгерім. Бүгін сіздермен түрік тілінден грамматикалық тақырып 3 бірдей тақырып өтетін боламыз. Мұқият қараймыз. Каналымда шығатын жаңа сабақтарымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар достар. Ендеше бастаймыз. Ишарет замирі, яғни түрікшедегі сілтеу есімдіктері. Ишарет деген, яғни бір белгі деген сөз. Ишарет замир. Замир деген есімдік деген сөз. Яғни сілтеу есімдіктері. Дәл қазақ тіліндегі секілді, бұл, сол, анау деп айтамыз ғой, дәл сол грамматика достар. Мысалы, бұ маса, яғни якын. Біз қасымызда жақын тұрған нәрселерді көрсету, меңзеу үшін біз бұ дегенді қолданамыз. Яғни жақын жердегі нәрселер. Шу маса. Сәл алыс, яғни бізден сәл алыста тұрған нәрселерді көрсету, меңзеу үшін біз шу деген сөзді қолданамыз. Шу маса, яғни маса деген суретте көріп тұрсыздар, орындық, Келесі о маса. О деген одан да алыс, яғни бізден ең алыста тұрған нәрсені көрсеткен кезде біз о деген сөзді қолданамыз. Яғни о маса, яғни ол орындық. Чок ұзақ, яғни өте ұзақта бізден тұрған нәрселерді көрсеткен кезде қолданамыз. Мысалы, қараңыздар, бұ, бұл, шу, сол, о, анау. Бұнлар көпше түрде. Бұнлар, бұлар, шунлар, солар, онлар, аналар. Örnek, мысалы, бұ кім? Бұ öğretmen. Бұл кім? Бұл мұғалім. Öğretmen деген мұғалім. Öğretmen. Яғни, мысалы, бұл кім деген кезде бұл мұғалім. Жақшаның ішіндегі дир деген жалғау достар, ол егер сіз қолдансаңыз да болады, қолданбасаңыз да болады. Мысалы, бұл кім? Бұл öğretmen деп айтсаңыз да дұрыс. Яғни, бұл кім? Бұл мұғалім деп айтсаңыз да дұрыс. Немесе, бұл кім? Бұл öğretmendir. Яғни, бұл кім? Бұл мұғалім. Екеуі де дұрыс. Яғни, дирді қосып айтсаңыз, ол сіздің сөзіңізге нақтылық береді. Бұл не? Бұл долап. Бұл не? Бұл шкаф. Немесе бұл не? Бұл долап тыр. Бұл не? Бұл шкаф. Яғни тырды қосып долап тыр деп айтсаңыз, сіздің сөзіңізге, яғни бұл точно шкаф екенін білдіреді. Точно шкафты айтып тұрғаныңызды білдіреді. Осындай жалғаулар, яғни нақтылық беретін жалғаулар тыр, тыр, дыр, дир деген 4 түрлі жалғау бар. Бұлардың қайсысы қай кезде қолданылады? Мен оны төменгі описание бөліміне достар сілтеме қалдырып кетемін. Түркішедегі фыстықшы шахап деген біздегі әріптер бар. Сол әріптерден кейін қайсысы қай әріптен кейін келсе, соған қарай тыр немесе тир, дыр немесе дир қолданылады. Örnek, мысалдар, Бұ не? Бұ ev. Бұ кім? Бұ çocuk. Bu ne? Bu ağaç. Bu kim? Bu hemşire. Енді достар, қай кезде кім, қай кезде не деген сұрақты қолданамыз, Өте оңай, дәл қазақ тіліндегі секілді адамдарға кім, жансыз нәрселерге не. Kim? Polis, şarkıcı, mühendis, postacı, hemşire, öğretmen. Ne? Pencere, kapı, defter, çanta, çay, kalem. Барлығы түсінікті болса, достар, сіздерге ары қарай жалғастырамыз. Екінші грамматикалық сабағымыз çoğul eki, көптік жалғау. Çoğul eki деп айтылады. Ek деген түркшедегі жалғау деген сөз. Çoğul eki, яғни көптік жалғау түркшеде 2 түрі бар. Lar, ler. Егер сөздегі дауысты дыбыстар, біз айттық, 8 дауысты дыбыс бар деп. Дауысты дыбыстар бізде жуан болса, онда ол сөзге көптік лар деген жалғау жалғанады. Егер дауысты дыбыстар сөздегі жіңішке болса, онда оған лер жалғанады. Мысалы, бұнлар көпек. Яғни біз айттық, бұ дегенде біз жақын тұрған нәрселерге қолданамыз. Мына жақта бізде суретте иттер тұр, яғни бұлар иттер деп айтқан кезде, бұнлар көпек, яғни бұлар иттер. Шунлар көпек. Осылар иттер, Онлар көпек, аналар иттер, яғни өте ұзақтағы. Бұл жерде бір айта кетерлетін жайт, достар, қараңыздар. Бұнлар көпек деген кезде, біз мысалы, бұлар иттер, бұл иттер деп қазақ тілінде кішкене өзгешелеу сәл. Мына жерде қараңыздар.
Бунлар деген кезде лар, яғни көптік жалғауды біз тек қана біреуіне ғана жалғаймыз. Бунлар көпек, шунлар көпек, онлар көпек. Яғни егер сіз бунлар көпеклер, шунлар көпеклер, онлар көпеклер деп айтсаңыз, достар, өте үлкен қате болады. Осыны естен шығармаңыздар. Енді ары қарай жалғастырамыз. Қараңыздар, түркішеде текил, чоул, яғни текил деген жекеше деген сөз, чоул деген көпше. Мысалы, китап, китаплар, қыз, қызлар, куту, кутулар, телевизион, телевизионлар, пенжере, пенжерелер, кеди, кедилер, көй, көйлер, үзім, үзімлер. Яғни, достар, байқағандарыңыздай, сөздегі дауысты дыбыстар жуан болса, лар жалғаймыз оған. Егер сөздегі дауысты дыбыстар жіңішке болса, біз лер деген көптік жалғауды жалғаймыз ол сөзге. Енді, мысалы қараңыздар, мына жерде суретте не тұр? Стакандар тұр, я? Бунлар не? Бунлар бардак. Бұлар не? Бұлар стакан дейді. Немесе бунлар не? Бардаклар. Бұлар не? Стакандар деп жауап берсе де болады. Бунлар ким? Бунлар öğrenci. Бұлар кім? Бұлар оқушы. Бунлар ким? Öğrenciler, оқушылар. Осылай жауап берсе болады. Одан кейін ешбір жерде сізге көп айта бермейтін бір нәрсе, достар. Қараңыздар, мен өзімнің курстарымда, ақылы курстарда, яғни грамматиканы толық осылай ашып көрсетемін, сол кезде айтам. Біз қай кезде қолданбаймыз көптік жалғауды. Осындай бір жағдай бар. Егер де ол сөздің алдында біз көптік жалғауды, яғни зат есімге жалғаймыз ғой. Егер де ол зат есімнің алдында сан және өлшем білдіретін сыфатлар, яғни сын есімдер тұратын болса, онда ол зат есімге көптік жалғау жалғанбайды. Мысалы, 3 чожук, 3 бала, я? Алдында 3 деген бізде сан тұр, я? Сондықтан бұл жерге 3 чожуклар деп айтсақ қате болады, достар. 2 калем, 2 калемлер, 2 қаламдар деп айтсақ қате болады. 2 калем болады. Көптік жалғау жалғамаймыз. 5 бардак. Аз киши, аз адам, я? Аз кишилер болмайды, аз киши болады. Çok insan, көп адам. Çok insanlar деп айтсақ қате болады, достар. Çok insan. Hiç yabancı, hiç yabancılar десек қате болады. Hiç yabancı деген дұрыс болады. Одан кейін өте маңызды бір жағдай. Тағы да, достар, мына сөздерді жаттап алыңыздар. Яғни бұлар бізде кірме сөздер. Түрік тілінде де басқа тілдерден енген кірме сөздер бар. Егер сол кірме сөздерден, яғни соңғы буындарында а, о, у деген дауысты дыбыстар кездессе, а, о, у деген бізде жуан ғой. Біз оған грамматика, түрік тілінің грамматикасының ережесіне сәйкес, егер а, о, у болса, біз оған лар жалғауымыз керек, я? Бірақ мына сөздер басқа ябанжы келемелер бұлар, яғни шет елден сөздер болғандықтан енген. Бұларға біз соңғы буындарында осы дауысты дыбыстар жуан болса, біз оған лар жалғамаймыз, лер жалғаймыз. Мысалы, саатлер, хаяллер, халлер, саяхатлер, роллер, алколлер, семболлер, мисаллер, мешгүллер, петроллер, кальплер, идеаллер. Барлығы түсінікті болса, ары қарай жалғастырамыз, достар. Соңғы грамматикалық сабағымыз сұраулық шылау, яғни сору эки. 4 түрі бар, дәл қазақ тіліндегі секілді. Маме, папе деген бар ғой бізде, дәл солай түрік тілінде де, достар. Ма, ми, му, му деген 4 түрлі сұраулық шылау бар. Мысалы, бұлар сұрақ қойылады, сұрақтың соңында тұрады, және де жауап берілген кезде я немесе жоқ деп жауап беріледі. Қазір мысалдармен түсіндіретін боламын. Қай кезде м, ми, му, қайсы қай кезде қолданылады? Егер сөздегі дауысты дыбыстар а, ы болса, онда біз м-ны қолданамыз. Сөздегі дауысты дыбыстар е, и болса, біз ми-ді қолданамыз. Сөздегі дауысты дыбыстар о, у болса, му-ды қолданамыз. Сөздегі дауысты дыбыстар ö мен ö болса, мө-ні қолданамыз. Örnek, яғни мысал. Bu dolap mı? Bu şkaf mı? Evet, dolap. Ya, şkaf. Bu masa mı? Bu stol, divan, stol mu? Hayır, masa değil, koltuk. Жоқ, бұл бізде стол емес, бұл диван, ya? Яғни осы жерден байқағандарыңыздай, достар, сұрақ қойылған кезде bu dolap mı? Dolap деген сөзде дауысты дыбыстар жуан болғандықтан оған мыны қолданымыз. Бұл шкаф па? Bu dolap mı? Evet, dolap. Ya, şkaf. Bu masa mı? Bu stol mu? Hayır, жоқ. Hayır деген жоқ деген сөз. Hayır, masa değil. Жоқ, stol емес, koltuk. Бұл диван, ya?
Сонымен достар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Қазақ тілімен қалай ұқсас екенін байқаған шығарсыздар, иә достар. Енді сіздерге әдеттегідей үй тапсырмасы. Мына жерде мысалда беріп қойдым. Бұл эв ми? Evet, бұл эв. Дәл осылай мына суреттердің астына жазып шығамыз да комментарий бөліміне дұрыс жауаптарыңызды жазып өтіңіздер. Келесі, мына сөздерге лар-лер көптік жалғауларын жалғап көріңіз және де комментарийге жазып өтіңіз достар. Келесі, бұл тапсырмада да мысалдағыдай жазып кетіңіз. Мысалы, бұл öğrenci mi? Evet, öğrenci. Hayır, öğrenci değil. Яғни, бос жерлерді өзіңіз толтырып, орындап көріңіз. Ол үшін ең алдымен достар, сабақты толығымен қарап алыңыз, түсініп алыңыз және де видеома лайк басып, комментарий бөліміне жауаптарыңызды жазып, мені қолдап отыруды ұмытпаңыздар достар. Барлықтарыңызға сәттілік, iyi dersler. Herkese çok seviyorum.